Қазақстан Республикасының денсаулық министріне мырзаға мен Жабаев Азамат Мақсутович өткен жолы осы денсаулығым жайлы осы ютубқа шыққан тұғым, содан бір нәтиже бола ма деп едім. Еш нәтиже жоқ. Мынау жаңағыдегі Талғат клиникасының, мен баста районныйда жатқан кезімде маған сол Талғат клиникасының экспертімін деп Батыр деген мырза келіп, жағдайыңыз болды, дұрыстап осы жерде барлығын істеп алыңыз, сосын кейін шыққаннан кейін біз сізді үдемемен гүлдеге ораймыз деп айтқан мырза. Ол қазір менің сол жерде не керек? Айтыңыз, қысылмаңыз. Не жағдай керек айтыңыз дегеннен кейін маған бір 100 000 қаражат берсең, мен жаным қиналып жүрмін, барып өзім денсаулығымды өзім Ташкентке осында барып қаратып аламын, басқа қылып аламын деп едім. Соны ол кісі жазып алып, кешегі осы шыққаннан кейін, ютубқа шыққаннан кейін өздерінің жиналысында приемныйдағы әйелді өз еркіңізбен жұмыстан шығыңыз, мына кісіге пенсия турлаймыз деп Батыр деген мырза. Батыр деген кім болып істейді, фамилиясы кім? Эксперт болып істейді, білмедім, фамилиясын білмедім. Талғат клиникасында эксперт болып жұмыс істейді Батыр деген мырза. Сол приемныйдағы әйелге өз еркіңізбен шығыңыз деп қол қойдырып, ол кісіні статьямен шығарып жіберіп, кейін ол кісі маған жылап келіп, сол жиналыста, Талғат клиникасының жиналысында бастықтарына ол жаңағыдегі ауырып жатқан балаға бір медсестра жалдадық, басқа қылдық, барын жағдайын істедік деп сондай жалған ақпарат беріп, маған ол кісі ешқандай көмек, ешқандай не істеген жоқ. Содан мен ол кісіге шығып хабарласқанымда, не дейсіз деді маған. Сонда енді бір көмектеріңізді көрсетпедіңіздер ғой ешқандай дегенде, сіздің не көмек керек дегенде осындай деп, мен сіздің енді артың түбіңізге жетем дегенде, қолыңызда келгенін істеңіз. Аянбаңыз, қолыңыздан келгенін істеңіз. Сіздің менде записіңіз бар деп, ақша сұраған записіңіз бар деп маған қорқытқан болып сондай сөздер айтып, сөйтіп телефонды өшіріп тастап, кейіннен қайтып звондайды. Не істейсіз енді маған сонда дейді, мен сізге тосын істеймін деп өшіріп тастадым да. Содан міне күніге үйде жатырмын. Үйде жатам, азанда перевязкіме барам. Кешкісін температурам 40 болады. Скорыйлар 39-да 9 деп жазып кетеді. 39-да 2 деп жазып кетеді. Кешегі соңғысында скорый шақырғанымда 40 деп жазып, өзім жаздыртып алып кетпейді. Сонымен алып ертесіне учаскелік неңізге барасыз деді. Учаскелік врачтарға барып жоқсам, сол сізге ана цептори жақпаған ғой, осындай жақпаған ғой деп басқа дәрілер жазып береді. Ол дәрілердің бәрін алуға шамам жоқ, бала-шағам бар. Мына үйде бала-шағам күліп ойнаса да мен жақпайды ештеңке. Ауырып атқаннан кейін. Біреудің жан қайғы, біреудің мал қайғы. Міне ішетін кетарол. Асқазан қанатады. Бірақ сонда да болсын ішем. Білмеймін бұларды не істеп, не қылатынын. Сол сізге тікелей өзіңізге тағы осылай YouTube арқылы шығып атқаным. Қазір қай жеріңіз ауырып жатыр? Қазір мен мына көкірек тұсым бәрі ауырады. Оқ тиген жер ма? Сол жарақат жер бар жер, операция істелген жер. Қолтығымның асты ауырады, қолтығымның асты қазір ісіңкіреді. Шешіп көрсет десең, шешіп көрсетейін, бірақ мына терлесем ғана сәл жеңілденгендей болам. Басқа перевязка, дәрі-дәрмек жазып береді, дәрі-дәрмегін алуға жағдайым жоқ. Өзім анамды сервер пешіммен ауырады, ол кісіге де ақша керек, ол кісіден де ақша сұрай алмаймын. Бала-шағамды жалаң аяқ. Осы міне қанша күн болды түнімен ұйқы емес, күндіз емес. Мына кетарол ішем, ас ішем, ұйықтап алам.
асқазаным қанайды. Білмеймін, бауырға әсер етеді дейді, жүрекке әсер етеді дейді, асқазаным құртасын дейді, бірақ амал жоқ қана. Сол Батыр деген эксперт мырза сол Талғат клиникасының ішінде тірлікті бітірдім деп барлығына сонымен жазбаған, жазбаны басып алған сөзді көрсетіп мақтанып ісінен іс қозғаймын. Мені осындай ақша сұрады деп айтамын деп бәріне айтып жүр дейді. Мен не істеймін енді, өзім денсаулығым үшін ғой, өзім жаным үшін. Бір шара қолданып, мен денсаулығымды қарауға сіздерден өтініш. Басқа барар шығар жерім жоқ.